Ақтөбеде қоғамдық қауіпсіздік пен жол қозғалысын бақылау үшін жасанды интеллект элементтері бар камералар кеңінен қолданыла бастады. Олар құқық бұзушылық жиі тіркелетін аумақтарға, адам көп жиналатын орындарға және ойын-сауық кешендерінің маңына орнатылып жатыр. Вокзалдар мен білім беру мекемелері де назарға алынған. Бүгінде шаһарда 14 мыңнан астам бейнебақылау камерасы жұмыс істеп тұр. Оның 1400-і жасанды интеллект негізіндегі бейне аналитика жүйесімен жабдықталған. Олар түтін мен өртті, қараусыз қалған күдікті заттарды автоматты түрде анықтайды. Осы жүйенің көмегімен қалада 200-ге жуық қылмыстың беті ашылды. Камералардың бірінен екі адамның қатты мас күйіндегі ер адамды оңаша жерге түсіріп апарып, оның ақшасы мен ұялы телефонын алып кеткені байқалған. Жедел басқару орталығының қызметкерлері жағдайды дер кезінде анықтап, ақпаратты полицияның кезекші бөлімшелеріне жеткізген. Жедел басқару орталығының қызметкерлері тәулік бойы камералар арқылы қаланың көшелері мен қоғамдық орындарындағы жағдайды бақылауда ұстайды.